Демек оразада саулық. Өзі қазақта да сөз көп күшті сөздер бар, не дейді? Жаңағы аштан өлмейсің, астан өлесің деген сияқты сөздер бар. Ауру астан, дау қарындастан деген сияқты сөздер бар. Бұның барлығы осы алдын алатын нәрсе. Бірінші ұйқыны реттеу, екінші сол сәресіздікке тұру, кейін жаңағы оразада бұзылмайтын амалдардың жаңағы жолдардың барлығын білу, не нәрсе оразаны бұзады. Өйткені бұл құлшылық ретінде де қарау керек бұған. Дұрыс, біреулер денін саулығын жөндеп алам, андай неғып алам деп тұтады. Біреулер Алла разы үшін деп тұтады. Біреулер тағы бір мақсатта тұтады. Әртүрлі мақсаттар бар. Бірақ енді соның ішінде Алла разылығы үшін ден саулығын жөндеп алам десе де болады да. Сауапты да, деніңді де жөндеп алуға болады да, екеуін қатар алуға болады. Сол үшін Рамазан айы келе жатыр. Көп жастар қазір мен білем, ұйқылар бұзылып кеткен көбісін, түнімен ұйықтамайды жастар. Сөйтеді де сәресте тіреп атады ұйқыны. Нағыз берекет алатын кезде олар не істеп атады? Берекеттен қағылып жатады. Пайғамбарымыздың екінші бір хадисі көмекке келеді осындай кезде. Бурикали уммати фи букуриха деген. Менің үмметімнің таңында берекет бар дейді. Ол ана сәресісі бар, оның таңы бар. Рамазанда алынатын берекет көп негізі бар ғой. Алла өйткені ашады. Бүкіл рахым есіктерін ашады. Азғырушыларды бекітеді, жаңағыдай кісендейді деген сияқты. Сол үшін де осындай берекеттерді алу үшін таңнан басталады барлығы. Осы Рамазанның таңдарына, сәресілеріне өте сақ болуымыз керек екен. Рамазанды дұрыстап өткізу үшін, берекетін алу үшін.